19 сәуірде Бейжің маңындағы Ичжуан ауданында 21 адам кейпіндегі робот мыңдаған әуесқой жүгірушімен бірге жартылай марафон жүгірді. Бұл роботтар адамдармен бірге 21 шақырымды жүгіріп өткен алғашқы жағдай. Кейбірінің бойы 1,2 метрден қысқа болса, өзгелері 1,8 метрге дейін жетеді. Бұл жарыс үшін роботтар бірнеше апта бойы арнайы дайындықтан өткен. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл марафон кәдімгі жарыстан гөрі инженерлік бақылауда өтетін технологиялық сынаққа ұқсайды. Жол бойында роботтарды жаттықтырушылар ілестіріп, олар құлап қалмау үшін физикалық қолдау көрсетіп отырған. Бейжіңдегі гуманоид робототехникалық инновациялық орталық жасаған Тянгонг ультра моделі жарыстың жеңімпазы болды. Ол межеленген 21 шақырымды 2 сағат 40 минутта жүгіріп өтті, ал ең жылдам адам бұл қашықты 1 сағат 2 минутта еңсерді. Қытай билігі робототехника салынған инвестициялар ел экономикасын жаңа белеске шығарады деп сенеді. Алайда кей сарапшылар мұндай қойылымдар роботтардың шынайы өндірістік әлеуетін көрсетпейді дейді.